Болат Ақмарал, 25-ші сабақ. Сабақ тақырыбы: антропогенездің қозғаушы күштері, адамның пайда болуындағы еңбектің рөлі. Антропогенез грек тілінен аударғанда адамның шығу тегі деген мағынаны білдіреді. Антропология ғылымының адам шығу тегін, даму тарихын, оның жеке биологиялық түр болып қалыптасуын және адамзат қоғамының даму кезеңдерін әрі жаратылыстану, әрі қоғамдық ғылымдарға сүйене отырып зерттейтін негізгі ғылым саласы. Бұларды шешуде антропогенез приметология, эмбриология, физиология, психология, геология, археология, этнография сияқты ғылымдардың нақты деректеріне сүйенеді. Чарльз Дарвиннің эволюциялық білім жүйесі бойынша адам тек адам тәріздес маймылдан пайда болған, яғни адам баласы биологиялық жағынан бір түрге жатады деп дәлелдеді. Бұл ілім адам эволюциясын үлкен үш дәуірге бөлді. Ең алғашқы адам тегінің өкілдері болып, адам тәрізді маймылдар, антропоидтер саналады. Олар негізінде екі аяқпен жүріп, қимыл жасаған. Дайын табиғи тастарды, таяқты және жануар сүйегін сол күйінде қол қаруы ретінде пайдаланған. Бұларды ғылымда жоғары сатыдағы деген жетілген екі аяқты приматтар деп атайды. Өмір сүрген кезеңі бұдан 2-3 миллион жыл бұрын. Екінші эволюция даму жолдарымен жетілгендер қатарына архантроп пен палеантроптар жатады. Олар қолдан құрал-саймандар жасай білген және қауымдасу түрі біршама жүйеленген. Тіршілік еткен уақыты бұдан 1 миллион жыл бұрын. Үшінші ең соңғы эволюциялық дәуірде бүгінгі адамдардың түрі неантроптар қалыптасқан. Бұлар соңғы палеолит дәуірінде, яғни 40-50 мың жыл бұрын өмір сүрген. Бұлардың тік жүргендігі, тастан қарапайым құралдар жасап пайдаланғандығы анықталды. Маңдай бітісі, саусақтарындағы буын сүйектерінің саны, қолқа доғасынан шығатын артерияның тарамдалу тәртібі, өкпесінің үлестерге бөлінуі адамға ұқсас. Бірақ мұның бәрі тікелей емес, қарапайым ғана ұқсастықтар. Австралопитектер бұдан 4,5-1 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Оларды антропологтар Рейке, Леке, Джохансон, Уайт зерттеді. Көне адам тегінің бірі шамамен бұдан 2 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Ғылымда оларды Homo habilis, яғни іскер адам деп атайды. Өйткені олар аз болса да тас, ағаш сынықтарына біршама өңдеулер жасап құрал ретінде пайдаланған. Адам тегінің келесі даму сатысында архантроптар жатады. Олардың сүйектері Азияда, Шығыс және Солтүстік Африкада, Батыс Европада табылған. Бұл дәуірдегі адамдар шел мен алғашқы ашел мәдениеттерін жасаған. Ежелгі адамдардың ертедегі адамдар, палеантроптар, неандерталь адамы, олардан қазіргі адамдардың арғы тегі кроманьон адамы, есті адам, яғни неантроптар пайда болған. Морфология ерекшеліктері бүгінгі адамдарға жақын. Антропогенездің зерттеулері есті адамдарда бұрынғы адам тектерінің кейбір белгілерінің қайталануын, рудимент, атовизм, эмбрионалдық, анатомиялық, биохимиялық ұқсастықтарды, әлеуметтік ерекшеліктерді, әртүрлі тағамдар әзірлеу, отты пайдалану, ойлау, сөйлеу қабілеттерін жағдайларын анықтады. Бұл кезде жасанды тұрақжай пайда болды, еңбек құралдары күрделене түсті. Әлеуметтік ұйымшылдыққа бейімделуі байқалды. Тілдің пайда болуының арқасында әлеуметтік қарым-қатынас жоғары сатыға көтерілді. Мұның барлығы қосылып табиғи ортаға бейімделудің арқасында үйлесімділік тапты. Барлық адам баласы биологиялық түрге Homo sapiensқа жататын болып қалыптасты. Демек, Homo sapiens Қазақстан жерінде ежелгі адамдардың тұрақтары оңтүстік Қазақстанда, батыс Қазақстанда, орталық Қазақстанда көптеп табылған. Еңбек адам эволюциясының маңызды факторларының бірі. Кез келген еңбек құралдарын дайындау үшін адам еңбек ету қажет. Еңбек құралдарын жасау қол арқылы жүзеге асады. Фридрих Энгельс адамның қалыптасуында еңбектің рөлін жоғары бағалады. Ол еңбек адамзат өмірінің бірінші негізгі шарты. Адамды адам еткен еңбек деген дәрежеде айтуымызды тиіспіз деп жазды. Ал адам өзінің саналы еңбек арқасында табиғатты өзгерте алады. Адамның табиғатқа әсері орасан зор және сан қилы болады. Еңбек етудің нәтижесінде біздің ежелгі маймылға ұқсас ата тегімізде морфологиялық, физиологиялық өзгерістер пайда болды. Оны антропоморфоз деп атайды. Адам өз еңбегі арқылы өзіне де өзгерістер енгізді. Еңбек адам эволюциясына тән негізгі фактор. Маймылдар алғашында ағаш басында өрмелеп жүріп тіршілік еткен. Кейіннен ағаштан жерге түсіп күн көрген.
Олардың тіршілігінде бұл өзгерістер бірте-бірте екі аяғының көмегімен тік жүріп өмір сүруіне жағдай жасады. Адамның екі аяғымен тік жүруі маймылдан адамға өтуде шешуші қадам болды. Тік жүрудің нәтижесінде адамның омыртқа жотасы S әрпі тәрізді иіліс бұрылыс пайда болып, ол денеге солқылдақ қасиет берді. Ал аяқтың басы табан сүйектері күмбездене түсті. Жамбас сүйек жалпайып, сегіз көзбен байланыс артты. Жақ сүйектер бұрынғыдан жеңілдене түсті. Мұндай өзгерістер тұқым қуалаушылықтың нәтижесінде миллиондаған жылдар бойы жүріп отырды. Сондықтан да адам бірден тік жүріп кеткен жоқ. Тік жүруге көшудің де өз қиындықтары болды. Тік жүріс жылдамдығын баяулатты. Оның есесіне қолдың жерден босауы еңбек құралдарын жасауға едәуір жеңілдік туғызды. Қорыта айтқанда, тік жүруге көшуде адам эволюциясында ең негізгі басшы болды. Адамның алғашқы қалыптасу кезеңінде қол нашар дамығандықтан ол қарапайым ғана құралдар жасай білді. Бірте осындай белгілер тұқым қуалау арқылы ұрпақтарға беріліп отырды. Фридрих Энгельс қол еңбек ету құралы ғана емес, сонымен бірге қол еңбектің өз жемісі деп түсіндірді. Маймылдарға ұқсас ата-тектеріміз алғашында өздері өмір сүрген жерлердегі тастан, жануар сүйектерінен өте қарапайым құралдар жасап пайдаланды. Мұның өзі олардың ой өрісіне, мінез қылығына әсер етті, әрі еңбек құралдарын жетілдіре түсуіне де септігін тигізді. Биологиялық заңдылықтардың адам өміріне әсері бірте-бірте бәсеңдей түсті. Қоғамдасып тіршілік ету адам эволюциясын қозғаушы күші. Ересектер өз тәжірибелерін ұрпақтарына үйретті. Адам бірте-бірте отты пайдалануды және оны сақтауды үйренді. Адамның арғы ата-тектері бірте-бірте өсімдікті тағамдарды пайдаланудан жануар текті тағамдарды көбірек пайдалануға көшті. Ол үшін олар аң мен балық аулау құралдарын жасауды жетілдіре түсті. Отты пайдалану адамның арғы тетіктерінде көп жеңілдіктер мен мүмкіндіктер туғызды. Қоғамдасып тіршілік ету жағдайы адамның арғы тетіктерінде табиғатты танып білуіне, өмір тәжірибелерінің жинақтала түсуіне мүмкіндік жасады. Ең ежелгі адам пайдаланған сөздер еңбекпен тікелей байланысты болды. Бірте-бірте көмекейдің, ауыз қуысындағы мүшелердің құрылысы сөйлеуге байланысты өзгерді. Тұқым қуалау және табиғи сұрыпталу арқылы айқын сөйлеу мүшелері қалыптасты. Адам да жануарлар сияқты сезім мүшелері арқылы сыртқы орта тітіркендірулерін қабылдайды. Бұл бірінші хабаршы жүйе арқылы жүзеге асады. Екінші хабаршы жүйе адамның жоғары дәрежелі жүйке қызметіне тікелей байланысты. Адамның арғы тектерінің өзара сөзбен қарым-қатынас жасауы адам миының дамуына, ойлау қабілетінің арта түсуіне ықпал жасады. Сөз бірте-бірте тәрбие құралына айналды. Сөз арқылы адамдар арасында қарым-қатынас арта түсіп, қоғамдық байланыс дамыды. Адамның арғы ата-тектерінің эволюциясында биологиялық және әлеуметтік факторлар бірлесе ықпал жасады. Қоғамдық қарым-қатынастардың қалыптасуына сәйкес, адамдар арасында табиғи сұрыпталу өз мәнін бірте-бірте жойды. Оның есесіне әлеуметтік фактор, еңбек ету сөз, адам эволюциясына негізгі орын алды. Қорыта айтқанда, биологиялық және әлеуметтік факторлардың бірлескен жиынтығы антропогенездің негізгі қозғаушы күштері болып саналады. Адамның әлеуметтік эволюциясында үш негізгі кезең ажыратылады. Оның бірінші кезеңі қоршаған ортаны танып білуден, өнер туындысы арқылы көрсете білуі, тасқа ойып суреттер салу мысалға. Екінші кезең жабайы аңдарды қолға үйретумен және егіншіліктің дамуымен тікелей байланысты. Осындай әрекеттер арқылы адам өзі өмір сүріп отырған табиғи ортаға ықпал жасай бастады. Үшінші кезең 15 ғасырда қайта өрлеу дәуірінен басталған ғылыми-техникалық прогресспен ерекшеленеді. Қазіргі кезде адамның ақыл-ой санасы басты әлеуметтік факторға айналып отыр. Адамзат қазір жер шарына кеңінен таралып, тіпті ғарыш кеңістігін игеруді де қолға алуда. Адамдар қоныстарған жер биосферасы адам ақыл-ой санасы басқаратын ноосфераға ұласып отыр. Үйге тапсырма ретінде биологиялық диктантты орындау және де терминдермен жұмыс конспекті. Сау болыңыздар.